Педагог шебер назарына. Бұл видеода егов.kz порталы арқылы аттестацияға құжаттарды қалай тіркеу керектігі туралы қарастырамыз. Ең алдымен біз егов.kz порталындағы жоғарғы оң жақтағы кіру батырмасын басып, жүйеге электрондық цифрлық қолтаңба арқылы кіреміз. Келесі қызметтер бөлімінен педагогтерді аттестациядан өткізу үшін құжаттарды қабылдау қызметін іздейміз. Қызметті ашып, онлайн сұрау батырмасын басамыз. Ашылған формада қажетті ақпаратты толтырып, құжаттарды тіркейміз. Диплом, еңбек өтілін растайтын құжат, сертификаттар мен марапаттар, жетістіктеріңіз бен материалдарыңыз. Барлығы дайын болған соң өтінішті EDSK арқылы растап жібереміз.